мен 1-дің қосындысы 31-ге тең. Сонымен балалар, ең алдыменен санның моделін құрастырып, содан кейін барып разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуге болатынын ұқтық. 28 санының моделін бірге құрастырайық. Ол үшін шарларды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бірлік, 1 ондық болды. Енді келесі ыдысқа тағы да 10 шар санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бірлік, 1 ондық болды. Демек, біз 2 ондықты санап алдық. Енді қалған шарларды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, 2 ондық 8 бірлік болды. Ол қандай сан? Онда бұл санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрейік. 28. 20 қосылған 8. 28-ге тең. Яғни 20 мен 8-дің қосындысы 28-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, экранға назар аударайық. Экранда бірнеше екі таңбалы сандар берілген.